Ассалаумалейкум жігіттер, рейске шықтық, құдай қаласа машинамен 3 машина артып алдық. Өткенде видеода айтқандағыдай напарник жігіт Харгостан машинаны алып келді да, и Чимкенттеміз қазір. И дальше мен айдап бар жатырмын Ақтөбеге, құдай қаласа амандық болса жолға шығып жатырмыз. Ал жігіттер, кәне лайк, коммент, не бар бәрін жазып, қолдау көрсетіп кетіңіздер сіздерден. Кеттік, контент басталды, жолға шықтық, құдай қаласа Чимкенттеміз. Ертең амандық болса таң атсын, жарық түссін, не машина алып бар жатқанымды бәрін түсіретін болам. Құдай қаласа Ақтөбеге. Ал кеттік жігіттер, жолдамыз короче. Сағат түнгі 1 болды, ұйқы қысты, күні бойы ары бері жүріп демала алмадым, шынымды айтсам. Қазір енді ұйқым келіп сәл бір шаршап қалғаным бар. Енді жатып демалып алайық, Түркістанға сәл қалды жетуімізге, құдай қаласа ұйқыны қандырып дальше жолға шығамыз. Машинаны осы жерге қойдым. Күн ыстық, қапырық, машинаның іші ыстықтау болып тұр. енді ештеңеге етпейді. Ал қайырлы түн жігіттер, ертең құдай қаласа дальше ұрамыз. Алда әлі 1500 километр жол бар. Ал ассалаумалейкум жігіттер, ұйқыны қандырып алып дальше кеттік. Түркістанға жақындадық. Таңғы сағат 6:40. Біз жолдамыз короче. Негізі бұл трассада жүргенде мен постоянно мынандай 80 минут қамшы. Жол жақсы болсын, жаман болсын. Негізі осы скорость өзіме болады, әдемі скорость. Ешқайда асықпаймын, қайда асығам. Келе жатырмын мен осылай. Прицептің өзінің салмағы 1,5 тонна, и плюс 2 тоннадан 2 машина бар. Бәрін қосқанда 5,5 тоннада прицепті. Енді құдай сақтасын, газельді тыңдамай кетеді жеке кезде. Ямалардан секіргенде газельді көтін ойнатады да. Вот сол себепті мен осы скоростьпен отырамын, 80 мен отырамын. Кейде болады енді Авгонға шыққанда бір 90-ға шығарып, Авгоннан озып кетем фуралардан жаңа. Сол кездерде бір 90-ға шығарам, а так стабильно трассада, стабильно 80 мен отырам. Асығатын еш жер жоқ, ешкім асықтырып жатқан жоқ. Артта 3 машинаны аман есен егесіне апарып жеткізу керек қой. И, конечно же, бұнан алу, ақшам алу. Түркістан қаласына да жетіп келдік. Жолдар кең, жақсы, 4 полоса бар. И мына жерде жақында мынандай тайқазан қойды ғой, короче. Так, мына жерден кольцо уступи. Кольцода ешкім жоқ, и дальше кеттік. Аңғарыңдар қалай өзгеріп кеткен Түркістан қаласы. Шеттелдей болып тұр, как будто шеттелдей болып тұр. Осы полосамен жүреміз, қазір оңға қарап Қызылордаға бұрыламыз, объездноймен, и ушел аман жол. Как будто шеттелдей болып тұр мына жерлер. Так, светофорда тұрмыз, кеттік. Ал Узет, көрсет өзіңнің күшіңді көрсет, Узет. Кеттік Узет деп. Давай деп.
үлгереміз бе мына жасылға? Ай, жоқ, үлгермейміз. Жоқ, тоқтаймыз. Оп. Тынк. Светофор деген нәрсені жақтырмайсың да бұндай машинамен жүрген кезде ше. Біздің поворотымыз мынау. Burada болған мынандай кереметтей мешіт тұр екен. Прицеп келе жатыр атты суреті. Қызылордаға қарай кетеміз. И дальше Қызылорда, Арал, Қарабұтақ деген жерлер бар. И дальше Ақтөбе. Андай коллега кетіп баратыр. Коллега Чанганың жеңіл машиналар тартып алыпты. 2 машиналық екен, бірақ эвакуатор. Давай, брат, жол болсын. Аман сен жеткізіп ал машиналарыңды. Тиктокта сұрап жатыр да жігіттер, расход қандай болып жатыр мынада деп. 3 УЗ қой, бұда 4 мотор тұр, 6 ступка. Короче, 3 машинамен, груженный 3 машинамен 28-30 литр жейді 100-ге трассада. Ал пустой кезде 22-25 литр жейді. Енді жел болмаса, бәрі нормально болса, енді жел болса, одан расход көбейеді. Ал біздер Шорнаққа келдік, қарын ашты, бір нәрсе жеп алып дальше. Так, мынандай бір кішкентай кафешка бар екен. Бұны қай жерге қоямыз машинаны? Біздің машина анау жерге сия бермейді. Тұрсанау. Так. Ал бұлайнан қойдық ал. Көлденеңнен қойдық кафенің алдын жауып. Артында бірақ кіріп шығатын жер бар. Соқтан кіріп шыға береді да машиналар. Но мен балам айтпақшы, екеуміз бірге келатыр. Үйде көп. Мен де барам деп шықтық. Айтыл, не дейсіңдер? Кеттік, жақын тамақ шаймақ ішіп алайық. Қарнымыз ашты. Алтын қайтып қарын тойғызып алдық. Ұста магазиннен майды шүйді алдық. Жолға шығамыз енді. Ремендерін бір көріп жүру керек. Обязательно босайды кейде. Босайды. Мұнан біреу босап кетсе, бәрі босайды. Оның бітті, сосын машина түсіп қалады. İçinde de bir машина тұр. Al, bismillah. Al, kettik pa diyes. Тәпішкіміз шешеміз. Соға шешіп көреді адам тәпішкіні деген. Түсіп қалмасын, е? Ал, bismillah. Жаққа әбден үйреніп қалған же. Замок ашқанда стрелка бір көтеріліп түседі ғой, спидометр мен тафометр. Соған бұдан сондай күтем да, ондай бұда жоқ қой ондай. Ал кеттік ал құдай қаласа. Фарды қосайық. Жай шығамыз, мына фурада кеп тұра салды да. Uzun böyle pritsep altta şu atıl. Geleceğiz.
ешқандай мына жеріне келе жатыр да жан жағыңа қарап сөйтіп шығу керек былайша бәлем фурадан да озын ғой бұл прицеппен. Ал жол болсын кеттік, ал қарын тойғыздық. Енді бір жерден бір машинаның қарын тойғызып заправка газ құю болу керек. Алма екі ортадағы постқа да келдік, короче. Қызылорда мен Түркістан облысы территориясындағы пост. Бірінші рейстен үш жерде тоқтатып, не жазып жіберген, протокол толтырып берген. Рейдке түсіп қалдыңдар, жігіттер ренжімеңдер, бізге протокол керекті, 10 мың теңгеге штраф жазып берген. Қызылорда облысына кірдік, посттан өттік. Енді Қызылорда мен Ақтөбенің арасындағы бір пост бар. Содан өтіп алсақ, ары қарап Ақтөбе уже. Бұлай қарап жол жақсы Қызылордаға дейді. Кем білет. Тиктокта көбісі звондап сұрап жатыр, личке жазып жатыр. Неге рефті қойдың, болмады ма деген сұрақтар көп қойып жатыр да. Біз де сол реф көрейін деп едік деген сияқты. Жігіттер айтайын, реф болады, болмайды емес. Астанаға бір рейс жасадым, Қостанайға 4 рейс жасадым. Астанада өтірік айтпай минусқа кіріп бердім. Енді бірінші опыт қой, енді бірінші рет барғаннан кейін білмейсің қалай арту керек, қалай апару керек, не істеу керек білмедім шынында айтқан кезде. 400 мың минусқа кіріп кеттім, апарған клубникамның бір 30-40% плестеп кетті, жүндеп, ауа кірмеген, арасында дұрыс артпағанмын. Сол себепті сондай нюанстар болады екен клубниканың да. Сол себепті Астанадан минус 400 мыңмен келдім. Одан кейін бір жігіттер айтты, Қостанайды көр, Қостанайда вообще клубника жоқ деді. Қостанайға бардым, екінші рейс. Екінші рейс Қостанайға бардым, 1 тонна клубника бардым. Қалай бардым, солай келдім. 300 мың расходыма кетті, 300 мың расходтан бөлек өзім ақшаммен қайтып келдім. Ода да енді нюанстар болды, бір-екі. Енді Қостанай Астанадан қарағанда алыс, әрі ұзақ уақыт кетеді. Астананың жол тегіс, Ақтөбеден әрі қарап жол нашар. Қостанайға екінші рейс Қостанайдан 200 мыңмен келдім. Расходтан бөлек таза 200 мың теңге қалды. Одан үшінші рейсте 500 мыңмен келдім. Төртінші рейсте 600 мыңға жақын ақша таптым. 580 мыңдай. Негізі Қостанайға болады екен 500-600 мың теңге таза өзіңізге қалады расходтан бөлек. Енді ода да нюанстар болды. 2 рейс Шымкенттен Сарыағаштан тасыдым Қостанайға. 2 рейс Алматыдан тасыдым, өйткені Сарыағашта клубника бітіп қалды. Сол себепті Алматыға барып, Алматыдан клубниканы артып, через Астана Қостанай шықтым. Сөйтіп жүргенде бір апта уақыт кетеді. Через Алматы барсаңыздар 350 кетеді расход. Прямой Шымкенттен шықсаңыздар 200-250 мың кетеді расход. Вот солай, оның үстіне досым екеуміз алдық газельді. Қыста айтқан ол фуралай, осындай автобус алай көрейік та деп. Мен бұл кезде рефті алып қойғанмын. Енді мынау рефтің сезоны келе жатыр. Бір көрейін қалай боладынан істеп деп. Сонымен осы жақында бір ай алдым, тағы хабарласты. Что-то не істейміз, болмаса мен крузак алып 2 машина тасый берейін, болмаса газель алайық. 3 машина тасайтын газельмен көрейік деп. Сонымен сөйтіп сұрағаннан кейін ұсынысын қабылдадым, енді жарайды көрейік деп. Осы газельді алдық. Енді бұл газельдің бағасы бір фураның бағасымен тең болды.
өстіп жүрген жайымыз бар. Вот сол жігіттер неге қойдың деген сұраққа міне осы жауап бердім деп ойлаймын. Енді ол рефпен өзіңнің товарыңды тасыған риск та. Кейде минусқа кіріп келесің, кейде нормальный табасың. Я бар боласың, я жоқ боласың ғой, былайша айтқанда. Сол себепті осы эвакуаторда бір көрейік деп шешім қабылдадым. Солай шештім. Бұда енді стабильно барасын. Бір рейстен Ақтөбеге дейін бір 600-700 мың теңгедей қалады. Харгостан Ақтөбеге 600-700 мың теңге таза қалады. Бір 300-350 мың теңге расходқа кетеді. Газың бар, тамағың бар, суың бар дегендей. 300-350 мың теңге расходқа кетеді. Тазасы бар 600-700 мың теңгедей қалып отыр. Енді пока Россияға шығып атқан жоқпыз. Машинаны көрейік, білейік, айдап көрейік, үйренсейік деген сияқты. Құдай қаласа енді алдағы уақытта Россияға шығатын боламыз. Сол үшін контент күтіңіздер. Россиядан контент болады. Пока осы Қазақстанның ішінде Ақтөбенің жігіттерін тасып беріп жатырмыз. Ақтөбенің жігіттері дальше Россияға алып кетеді. Вот солай жігіттер. Енді контент тек осы эвакуатормен болады. Арнаға тіркелмегендер, арнаға тіркеліңдер, лайк басыңдар, комментарий жазыңдар. Вот солай әлі біз дальше кеттік. Яс, что там? Алжи, Қызылордаға 60 километр қалды. Газ заправить етіп алайық, осымен Ақтөбеге дейін ұрып барамыз. Кешен жолдас жігіт Меркеден құйған. Меркеден міне қарай примерно бір 700 километрдей болып қалады. Қанша жегенін көрейік. Так, машинаға келетін болсақ, мынандай Mazda алдым. Күн жарық болды, енді көрсете берсем болады шығар. Mazda, но новый, пробег 15 километр, сондай, салмағы 2 тонна 15. Так, одан кейін мынандай Volkswagen бар, мынау жүрілген 100 мыңдай ма жүріп тастаған бұл. Білмеймін, бұны қайда айдаған, короче, бұны булочный алдыртып жатыр. Volkswagen Tayron дейді бұны. Бұл баллондарына лысый уже. Бұл да бір примерно 2 тоннадан сәл көп, 2 тонна 100 деді ма, сондай деді. Голованың ішінде тағы бір машина бар, оны да көрсетем. Ол да с пробегім. Екеуі с пробегпен жүрілген. Тек мына Mazda CX-5 новый ғой. Мынау Honda міне. Honda Vezel дей ма, бір нәрсе дейді. Бұл 150 ма 200 километр жүрген. Бұл неге дейін своим ходом келген ғой, СВХ-ға дейін своим ходом келген 200 километр жүріп деген. Вот, алып келе жатқан машина осы жігіттер. Газды құйып аламыз, осымен Құдай қаласа Ақтөбеге дейін жетіп қалармыз деп отырмын, план. Бағы 370 литр, алдыңғы видеода айтқандай. Шөлдедің бе? Так, сулар қайда бағана сулар жаз? Холодильникке салып қойайық, ішім мұздап тұр екен. Так, бұл жоқ қой ішінде біткен. Так, су алу керек, сол жолдан су алу керек. Зиги-заги етішіп барамыз енді. Так, мынау -5, -4 кило қойдым. Заправить етіп алдық, суымызды алып алдық. Так, мынаны 100 литр кетті, 101 литр құйдым ғой, короче, 10 мың болды. Так, мынаны пробегті 0-ге қоямыз. И осымен Құдай қаласа енді Ақтөбеге дейін кіріп баруымыз керекпіз. Енді сол жақта расход есептейміз. 28-30 болатын енді. Бүгін жота жел болып тұр. Сәл көбір болады ау расход. Ал кеттік, ал Қызылордаға жақындап қалдық, Құдай қаласа.
Жаз ыстықтадың ба? Ыстықтан құрттың ба? Екінші тазға шығылаған. Желмен терезені аштым, рахаттанып келатыр. Так, дальше кеттік, Қызылордадан шықтық. Енді Ақтөбеге барам дегенше осындай жол двухсторонный. Нашар. Былай қарап та бетон кылғанда әдемі болады нече. Былай қарап енді осы алдымыздан КамАЗ шықпаса қиында алғы машина ұзын бөлемен. Кеттік алды, жайлап кете береміз осылайынан. Кондер ұрып тұр. Мына жерге сүлгіні қойдық. Так, шық. Қазір подбодрить етіп жібереміз тиясты. Салқындап қалдың ба? Салқындадың ба? Жуынып алайық. Иә. А? Неге? Кран қайда? Кран қайда? Күн да батты и Аралға да кеп қалдық қой, короче. Аралдың объездной жолдары. Ана жолды алып тастап жаңалап жатыр трассаны. Осындай 3 объезд бар. Содан кейін Аралдың территориясы бітеді и Ақтөбенің қотыр жолы басталады, короче. Суда бітті, машинада бір магазинге тоқтап су алып алып и дальше Ақтөбенің қотыр жолында кездескенше, короче. Жаймен келе жатырмыз өйстіп. Қайырлы таң, жігіттер. Түнде мына жерге келіп ұйықтап едім. 12-лерде, 1-лерде келіп жатыр. Мен кейінде тұрған машиналардың ешқайсысы жоқ қой, бәрі кетіп қапты. Түнде мына жердің бәрі машина толып тұр еді. Мына бір трал тұр еді, мына бір кобальт тұр еді, тура алдында бәрі кетіп қапты. Сағат 8 болды, ұйқын қандырып алдық. Жасты ұйқын тұрды. Жаймен жүре береміз енді. Аралдан өттік. Ырғызға жеткен жоқпыз, Арал мен Ырғыздың ортасында демалып алдық. Мынаның бәрі шашылып жатыр, мына жердің бәрі мусор. Бұлай болмайды. Шашып тастап кете берген. Ал кеттік, ал ақ жол болсын. Ақтөбе облысына қош келдіңдер дейді. Қош көрдік, Ақтөбе облысы. Мына жерлер жолдарын жөндеп қойды, асфальт төсеп. Жол бычтет кірген кезде Ақтөбе облысы басталған жерден бычтет жол. Асфальт төсеп қойыпты, мощный қылып. Жақсы екен. Жақсы Ақтөбе облысы жолға көңіл бөліп бастапты ғой. Мына жерлер деген Ақтөбе облысы басталды дегеннен яғни тік ұрып отырады еді машинаны. Асфальт қашан төсеп тастаған? Жақсы. Міне осы еді ғой, маған керек осы еді ғой. Міне Ақтөбенің осы жолдары ғой. Кесіліп тұрған. Дік. Пойыз сияқты рельстен өткен. Бірақ жөндеп бастап отыр.
болды. Рация қабаттаса тұр. Бірақ жолды жөндеп бастап жатыр, жақсы. Бір 10 күн алдын өткенде вообще жоқ еді, қазір бір 3-4 километр жол төсеп тастапты, асфальт. Жақсы, тағы бір айда біраз жерін бітіріп тастайтын сияқты. Нормально. Погода бұлттанып, әдем болды погода же. Жақтарда жаңбыр жауып жатыр. Ырғыздан өтіп кеттік, жеге Ырғыздан. Погода тек бомба болып тұр ғой. Машина дейтін погода болып келатыр. Ақтөбеге бір 400 километрдей қалды ау, қателеспесем. Мияқта сет ұстамайды, көре алмайсың, қай жерде келатқанын білмейсің. Келатырмыз, короче. Жаймен, 70-80-мен. Да, жігіттер кеше Қызылордада құйып ем ғой, полный бак газ. 12 мыңға кетті. Сол бітті ғой, короче, газ бітті қазір. 780 километрде 370 литр ғой багы, білмеймін енді қанша құйғанын. Сол 780 километрге жетіп тұр ғой, расход 30-дан да көп болып тұрды. Кейде болады енді 300 литр құяды да. Или солай болды ғой деймін, қателеспесем. 300 литр құйып, оны клапан отсекать етіп қойды да. Кей заправкілерде до конца құйып береді, 370-ке дейін апарады. Енді жетіп қалармыз қазір. Бензинмен келатырмын, бензиннің де жағдайы мәз емес. Жарты бактың жартысы ғой, 25% бензин бар. Екеуін де толтырып алу керек болды ғой, бензинді де, газды да. Негізі Хромтауға дейін жетеді шығар деп келе жатырғам ғой, расчетпен. Хромтауға дейін жетсе, дальше сол жақта бір жақсы заправка бар. Содан құйып аламын ғой деп, онымен жетпей қалды. Қарабұтаққа дейін жетпей қалды ғой. Так, қарнымызды тойдырып алдық. Бензинімізді құйдық, толтырып. Так, қанша литр кетті? 88 литр кетті. 20 қанша мың болды. Енді газды құйып алсақ. Так, газды 5-6 мыңға құямау деймін. Хромтауға дейін жететіндей болып. Хромтауда жақсы газ заправка бар. Сояқтан құйып алармын, толтырып. Ал кеттік ал. Қарынды тойғыздық, газды құйдық, бензинді құйдық. Шықтық дальше жолға, Қарабұтақтан. Так, бензин 20.500-ге полный бак, 83 литр. Газды пока 7.000 теңге құя салдым, Хромтауға дейін жетем дегенше. Хромтауда мощный заправка бар, сендер көрсетем қазір. 105 теңгеден қымбат, бірақ 90 теңгелік газден көп жүріп береді да ол ше. Еще жеңіл жүрді, газы жақсы. Та, жиги. Хромтауға да келдік. Хромтау қаласы мұна. Так, осы жерден заправканы толтырып алу керек, газды құйып. Осы жерде жақсы заправка бар, қымбат, но бірақ машина жеңіл жүрді. Қазір соны құйып аламыз, и соңғы штрих қалады. Ақтөбеге машинаны апарып, аманатын тапсырып, еңбек ақымызды алып, обратно жүк қарау керек Шымкентке. Так, заправка келдік, не газ. Хромтау бітті деген жерде. Мына жерде мына заправка ғой, не сары заправка. Реал газ дейтін, мощный газ ше. Құясын, ұшасын, короче. Құясын, ұшасын ғой, короче. Так, газды құйдық, 300 литр кетті. 300 литр, мына 2 мороженый мен 32.500 болды.
литрі 105 теңгеден бұл жақта газдың. Ну, жақсы. Қазір айтам түсіндіріп неге екен. Постоянно осы жерден құям, қайтып бара жатқанда Ақтөбеден Шымкентке. Осы жерден құйып кетем. Бұл жерде құйған газ Қызылордаға дейін жетеді. Бірақ өшпейді, Қызылордадан тағы бір полный бак құям. Сөйтіп құйып жүрмін постоянно. Стабильно сондай пробег шығарып береді өзі. Қызылордаға дейін спокойно жетеді. Дальше айдап көрген жоқпын қай жерге дейін жететінін. Но әлі келе жатыр бұрылып. Но сондай Қызылордаға дейін спокойно жетеді. Мысалы кеше Қызылордадан құйған газым Қарабұтаққа дейін жеткен жоқ. 800 километр жүрген жоқпын. 780-де өшіп қалды да. 102 литрден құйған газым. Вот сол себепті мен постоянно осы заправкадан құямын ғой. Ал Ақтөбеге енді соңғы штрихтар қалды. Ақтөбе жаңбыр жауып жатыр, найзағай ойнап жатыр, күн салқын. Әдем болып тұр погода. Кеше Қазалы жақтарда жаман ыстық болды ғой, страшно. Даже кондерді қоспай келетім, терезені ашып. Ал кеттік, ал апарып машинаны тапсырайық. Ақтөбе қаласына қош келдіңдер дейді. Ал келдік ал Ақтөбеге да. Так, 1,5 сутка деген көп уақыт жүрдік ғой деймін, қателеспесем. Ебам, мылға жерна. Так, мынаның жіберген жолы не өтір мына жерде? Ассаляму алейкум. Бұл тұру мына жер қой қайтайын мен мына жер. Болмайды мына жер. Қайту керек артқа. Жол жоқ қой мына жерде деген. Так, обратно қайтамыз. Болмайды бұл. Мына жерден терлейін деп тұрмын. Короче, мынандай жағдай болды кеше. Прицеп артқа жүргенде тормозогын салу керек қой прицепке. Артқа жүрген кезде тормоз ұстамайды да. Соны салып Қызылордадан неден шығам дегенше түсіп қойған ғой. Кольцасы ше. Сонымен таппадым. И енді артқа жүре алмай жатырмын, қызықтың бәрі енді олайын деп тұр ғой Ақтөбе келген кезде ше. Жай жүреміз енді. Негізі артқа жүрген кезде нагрузка қысылады да, тормоз ұстап қалады ше. Так, пока нормально. Бұлайра қалайық. Оппа. Пока нормально. Ол не істеп жүрді чек көргендер. Давай. Так, енді осы жерден алға жүріп кетуге болады. Так, давай. Прицеп негізі қатты сындыруға болмайды ше, груженный. Подшипниктері кетіп қалады, ненің ше. Прицептің баллондарының подшипнигі кетіп қалады, қатты сындырсаң. Обратно қайтамыз енді, мынаның құрған маршруты вообще страшный ғой. Ана жерден шыға алмай қаласың стопудово. Басқа жермен барамыз біз. Та, жігіттер келдік ал, аман есен жеткіздік машинамызды. Эвакуатор тұрған үйге амарамыз қазір жаймен. Ақтөбеде жаңбыр страшно жауып жатыр енді деген құйып жатыр. Қазір машинамызды түсіріп ертең шығатжамыз енді обратно. Келдік ал. Так, келдік, короче. Біреуін түсірдік. Екіншісін Мазданы. Отыра бершіне кір. Мазданы түсіртсек, Мазданы.
Так, Mazda кетті. Енді қызықтың бәрі енді болады. Ана траптап келіп мына ортасына қою керек қазір. Екеуін. Сосын ішіндегісін шығарып алу керек. Ішіндегісін шығарып, прицепке қойып, трапты қайттан артына қойып, прицептен түсіру керек. Оған дейін екі шетін шешу керек. Екі шетін тентті полный шешу керек. Бұны бір түсіру азап бұл. Мынаны қоясын, мынаның 60-70 килограмм. Мына боковойларын ашасын. Мына ремендерді босату үшін. Мынаны ашасын. Сөйтесін да артынан кіресің, мынаның ше. Артынан кіресің. Яс, тапшықын дан жаққа барып бересің қазір. Аппа дейсің да. Бүйтіп ішіне кіресің ғой, короче. Лайк басыңдар енді осы үшін. Лайк басқан адам осындай Honda мінсін, новый. Лайк баспаған адам Mazda мінсін, короче. Подписка, лайк бәрін істеген адам үшеуін де мінсін, короче. Бля, енді бұны шығару керек. Сантиметр ғой бұда. Ал сізімле видеоны өшірем, отвлекаться етпеу керек. Мощный екен, қараш. 45 мың жүріп тұрған. 45 мың жүрген. Китайский ғой, китайский. Китай деп қорқатындар. BMW, Audi, Volkswagen, Honda, Toyota, Kia, Mia бәрі Қытайдан шығып жатыр қазір. Ал жүректерің жарылса да айтайын. Мощный. Тек мыналар қытайский болды. А так жақсы. Ал шығарайық қой. Так, Жиги үш машинаны қабылдап алды. Теңгені алдық, теңгені. И мына жерде Дастан кемпинг деген жер бар екен. Мына жер. Осы жерге кіріп, жуынып, шайынып, тамақ жеп, ойнап, күліп дегендей. И дальше ертең бір жерден трактор шығып бір 50-60 километр жерде бір ауылдан тракторды келісіп қойдым. Соны алып қайтамыз. Бүгін осы жерде боламыз. Демалып машинаны өткіздік. Аман есен болды. Нормально, короче. Ассалаумағалейкум жігіттер. Баршаларыңызға қайырлы таң. Жолға шықтық, Құдай қаласа Шымкентке. 50 километр жерде бір ауылда бір трактор шықты. Оборудованиесімен. Соны алып, обратно жолға шығамыз, Құдай қаласа. Қазір сол тракторға бар жатырмын. Жуынып, шайынып, демалып, душқа түсіп, ұйқыны қандырып сөйтіп алдық. Ақтөбеде погода бомба болып тұр. Бұлттанып, салқын болып тұр күн. Тема болып тұр погода. Тек жол жүретін погода болып тұр мына жерде. Осындай погодада жол жүрсең әдемі да. Погода. Кеттік, Алла амандығын берсін. Аман есен жетіп алайық мына тракторда. Артып алдық. Трактор ма, бір бәле груза қойма. Кеттік, жолға шығамыз енді осымен. Так, тайтайлап Хромтауға да жетіп келдік. Тракторымыз тұр орында. Мына реал газға тағы келдім, газ құйып жатырмын. Кеше полный құйып кетемін енді бүгін тағы обратно тағы. Осымен Қызылордаға дейін жету керек. Ал кеттік ал. Газды құйдық. Енді жайлап шығамыз. Трактор тұр артында.
3 тоннадай шығады трактордың салмағы. Кеттік мынаяқтан өтіп алсақ, осымен енді Қызылордаға дейін жетіп қалады бұл газ. Так, жігіттер, Аралдан өттік. Бағана Ақтөбеден сағат 1-лерде шықтым ау деймін. Қазір сағат так 2 болып қалды. 600 километрдей жүрдік қой, короче. 12 сағатта. Сағат 2-ден кетті. Жатып демалып, азанда ертерек тұруға тырысамыз енді. Ақтөбенің жол шашат жіберді. Тақ, яма. Бәрі жігіттер жатыр мынаяқта. Азанда ешқайсысы болмайды осыларды. Ал жатып демалайық. Жаз ұйықтап жатыр. Ал қайырлы таң жігіттер. Ұйқыны қандырған жоқпыз енді сөздің шынына келген кезде. Мына реф кеп тоқтаған, барылдап. Оның үстіне мына күн бар, күн түсіп кетті. Мыналардың бәрі кетіп қалған, міне тек мынау ғана тұр екен. Мынаяқтың бәрі машинаға толып тұр еді. Дальше жолға шығайын деп жатырмық. Мынаның түнде әрірек қойғанда мына көлеңкесіне жататын еді. Бірақ ана көті ар жаққа шығып кеткен. Жолымызға дайындалайық. Мына жерлерге тұрғанда көлеңкеге түсіп жата беретін едік. Так, тракторымызды көрдік, бәрі нормально ремонттер. Дальше жолға шығамыз, жуынып, шайынып. Дальше кетеміз. Так, Қызылордаға да жетіп алдық. Қызылордадан өткеннен кейін 50 километр жүргеннен кейін мынандай газ бар. РК мұнай деген. Осы жерден жүрміз постоянно. Газ бітіп қалды. Қызылордада ровно 902 жүргенде газ бітті. Өйткені жел болды Қызылордаға дейін. Қазалдан басталды, жел Қызылордаға дейін жел болды. Әлі жел болып тұр. Машина шайқатылып келатыр. Сол жақтан. Қазір полный уақыт құямыз, сонымен болды, короче, Чимкентке кіріп барамыз сонымен. Газ оям деп настроение түсіріп алдым, короче, мынандай жағдай болды жігіттер. Реал газ деймін, қандай еді, сояқтан газымды құям, ремен тексерсем, бір ремен үзіліп кетіпті, трактордың острый жері тұрып қалған. Ремен үзіліп кеткен, сол ремен сол жерге қоя саламын, ящикке салып аламын ғой деп. Сонымен газды толам деген жерге жарты сағат уақыт кетеді, әрі-бері жүргенде ұмытып кетемін ғой, жаңа ремен салу. Сөйтіп газдан шығып кетемін да, шыққан кезде есіме түседі да, разворот істеп қайтып келемін ғой, короче, бір 10 минут бола ма, болмай ма, кесем жоқ қой ремен, прикинь, жатқан жерінде. Жаңа газ құйып жатқан жігіттен сұраймын ғой, бауырым, мына жерде ременді ұмытып кетіпті, көрмедің ба деймін, білмеймін, біреу алып кеткен шығар дейді.
сонымен өзбек жігіттер тұр екен, Өзбекстанның менен кейін очередь алып тұрады, солар құйып жатыр екен барсын. Солардан сұрадым, жігіттер мына ремен ұмытып кетіппін деді. Білмеймін, жаңа мына жатыр еді деді да. Одан кім алған көрген жоқпын деді. Мақұл деп, жарайды деп сөйтіп тұрғанмын ғой дейді. Жан-жағыма қарап бір жерде лақтырып жіберді ма деп, үзілген ремен ғой деп. Сөйтсем жаңа газовик жігіт, короче, телефонды беріп тұрмын, сөйлесші деп. Сөйтіп сөйлесем алу деймін. Бауырым, не жоғалттың дейді ғой, короче. Мен жоғалтқан жоқпын еш нәрсе, ременді ұмытып кетіппін дедім да. Бір бутылка пиво дайындап қойсайық, апарып беремін дейді ғой. Мен өзімнің затыма өзім пиво алып қоймайтын шығармын дедім да. Әкеп бере салсайық оны дедім да. Мен өзімнің затыма мен ұмытып кетіп тұрмын ғой дедім да, қайтып келіп тұрмын ғой деп. Мен жоғалтып алдым ғой оны дейді ғой. Бауырым, қателеспе, мен жоғалтып алған жоқпын. Ұмытып кетіп тұрмын. Сол үшін қайтып келдім, бір 10 минут болған жоқ қой арасы. Бере сал маған, не істейсің оны сен деймін ғой. Онда білмеймін, мен көрмедім дейді ғой. Бопты онда дедім, не деймін енді басқа. Сол үзілген ремен игілігіңе, рахатыңа пайдалан дедім. Бірақ дұрыс болмады жігіттің, бауырым дедім. Жаңа газовик жігіттің таныстары, сұлу төбең жігіттері ғой. Екі жігіт Камри 40-пен келді, 40 па, 45 па. Сол менен кейін газ құйды да олар. Солар алып кетіп тұр ғой. Сондай бір жағдай болды да, настроение түсіп кетті ше соған. Енді 10-15 минуттың ішінде уже жоқ қой, короче. Өтірік айтпаймын, Шымкентте талай нәрселерді ұмыттым сөйтіп ше. Талай нәрселерді ұмыттым. Келесі күн барып алып кеткен кездер болды. Тұрады ғой, орында тұрады, ешкім тиіспейді. Тиіспегенде, мысалы, жаңағыдай жатқан болса, барады да алып қояды. Кейін кезде береді, жаңағындай пиво қойып бер, анау бер, ондай жоқ. Талай көріп жүрмін ғой. Жігіттер, бұларың дұрыс болмады. Енді сұлу төбенің деп айтпай ақ қояйын, бірақ сұлу төбеде тұратын жігіттер, 3 жігіт, біреуі газовик. Оның да қатысы бар ғой енді. Соның жолдас балдары ғой енді, нашар жігіттер екен, өте нашар. Әдемі болмады бұлар жігіттер, бұларың дұрыс болмады. Ол сендерге түкке де қажет жоқ ол ременнің ше. Сонша жерден разворот істеп келдім да, әйтеуір бір крючогы или тартатын стяжкасы керек болады ғой деп 10 километрден разворот істеп келдім. Соны алып кетіп тұр ғой. Мусор болып жатады үйлеріңде жігіттер, егер көріп отырсаңдар. Сол ремен мусор болып жатады, ал ол маған өте керек еді да. Сонша жерден жол жүріп келіп отырмын. Сол үшін лайк, короче, комментарий жазыңдар, сол жігіттер көрсінші, өтініш жігіттер. Поддержка давай. Тиктокқа да шығарын осы видеоны. Тиктоктан да көресіздер. Сағат 10 болды. Түркістанға да келдік. Түркістан қаласы. Түнгі Түркістан. Парктер бар. Түнгі қала, короче. Ең бірінші қыдырып келгенбіз Түркістан болып жатқан кезде. Оғанда 3-4 жыл болды. Оған сайын көрген кеткен. Тағы бір қыдырып келу керек бұраға. Түнгі Түркістан. Келеміз бе Түркістанға? Қарның ашты, үйге барып жейміз. Үйге шамалы қалдық. Үйдің тамағын сағындық. Үйдің тамағына жидетін тамақ жоқ бәрі. Қандай Түркістан? Қарны ашып кетті. Үйге бір балық апарып балық жейік. Қызыл көпірдеміз, короче. Қызыл көпір деген жер Түркістаннан өткеннен кейін.
балық қуырып жатыр, үйге барып балық жеп алмасам қарны ашып кетті. Қазір жеу керек қой, свежий кезде ше. Қазір жеп тастасам апыр-топыр. Үйге барып жейміз. Hoppa! Bismillah! Дияс! Кеттік па? Барды ма? Иә, Дияс та шаршады. Кеттік ал. Ал жігіттер, бүгін понедельник, аптаның бірінші күні бухгалтерия кіріп, ақшаны алып, сөйтіп шығып бара жатырмын. Суббота күні тракторды өткіздім. Бухгалтерия ол күнде демалыста екен, сонымен бүгін барып ақшаны алдым. Барлықтарыңызға сұрақ, қанша таптың деген сұрақ қой енді. Оны жасыратыны жоқ. Бір апта уақытым кетті. Шымкенттен Алматыға напарнигім 140 мыңға груз алып кетті. Алматыға дейін. И дальше Алматыдан Ақтөбеге 810 мыңға 3 машинаны алды. 270 мыңнан 810 мың. Плюс 140, 950 мың болды. И обратно трактор шықты. Тракторда 150 мыңға алып келдік. Итоғы 1 миллион 100 болды. Енді расходымызға келетін болсақ, расход 350 мың теңгедей болды. 348 мыңға енді грубо айтқанда 350 мың теңге расход болды. Ішіп жеуің бар, газың бар, бензинің бар, платный дорогаң бар дегендей, душың бар дегендей. Соның бәрін қосқанда 5000 километр жүрдік, соған 350 мың теңге расход болдық. Енді қалғаны, таза қалғаны 750 мың теңге қалды. Бір рейстен 750 мың теңге қалды. Орта оның 50 мың теңгесін май ауыстырдық, машина мойға кіргіздік. 350 мың теңгеден бөліп алдық екеуміз. Бір апта уақытта кетті. Ал енді өздерің комментарий жазыңдар, аз көп болады. Не қанша тапсаңдар берекесін берсін. Ең бастысы сол ғой. Вот солай жігіттер, пока Россияға шығып жатқан жоқпыз, Қазақстан ішінде көрейік деп, етімізді үйретіп алайық, үйренсейік деп. Сосын енді алдағы уақытта обязательно Россияға қатынаймыз. Ал амандықтар, жеге лайк, комментарий, арна тіркелмегендер, арна тіркеліңдер, бөлісіңдер, короче, амандықта.